Сәлеметсіздер. Бұл сабағымызда біз деректерді бетке бөліп көрсету туралы айтамыз. Біз енді алдыменен осының не үшін қажет екенін білейік. Мысалы select барлығы from мына қалалардың тізімін алайық. Енді бұны қарайтын болсақ, өте көп. Мысалы мына жерде қарасақ, жалпы қазірге 1000 тал екен. Алдындағы ID-ға қарайтын болсақ, 1000 тал екен. Негізі бұл 1000-нан көп. Біз оны қалай білеміз дегенде select count 1. Міне. Осы бойынша көріп, міне. Жалпы қанша қала бар екен. Қарайтын болсақ, міне 4079 қала бар екен. Онда бізге не үшін 1000 тал ғана көрсетеді? Біз осыны көріп, міне select. Бізге қазір алдыңғы 1000 талын ғана көрсетіп отыр. Оның себебі өте көп көрсететін болса, біздің компьютеріміз көтере алмауы мүмкін. Яғни ішкі жад жетіспей қалуы мүмкін. Сондықтан мына workbench бізге көмектесіп, мына жерде қосып отыр. Мына қарайтын болсаңыз, output дегенге қараңыз, не? Жаңа мен тек қана select city from деп қана жаздым, не? City-ді ғана тексердім. Бірақ мынау бізге артына limit 0 деп жазып қойған. Мен барлығын көре аламын ба дегенде, мен мынаны өзгертейін, мынаны жазған limit сосын 0. Мысалы бізде 4000 тал бар деді, 4000 деп жазалық. Енді көріп, не? Енді астыға түсірелік. Енді міне 4000-ға шейін көре алдық. Ол не үшін деген кезде, бұл қатып қалуының алдын алу үшін бізге алдын ала алдыңғы 1000 талын ғана көрсетіп береді. Біз барлығын көреміз деген кезде, біз осы шектемей қоймаған кезде, бұл бізге алдыңғы 1000 талын ғана көрсетеді. Workbench-те ұқсас, Navigate'та ұқсас. Сондықтан біз өзіміз бетке бөліп көрсетуіміз керек. Әдеттегі жағдайда біз білеміз, бір бетте 10 тал немесе 15 тал ғана дерек көрінеді. Одан кейін өзі бетті ауыстыру арқылы көреді. Осыны қалай жасайды деген кезде, осы лимит арқылы жасайды. Енді негізі бұның толық жазылу былай. Select жұлдыз, сосын from city. Енді барып limit дейік, не? Limit, сосын 10 тал алайық. Limit деген өлшем негізі. Қанша тал аламыз дегендегі өлшем. Сосын offset. Offset қаншасының тұсынан бастап, 0-ден бастап 10 талын көрейік. 10 тал дерек көрсетіп отыр, 1-ден бастап 10-ге дейін. Енді біз көрейік, offset деген өзгертіп көрейік. 10-нан бастап 10 тал дейік. 10-нан бастап, 11-ден басталған ай дейін қараңыз, 20-ге дейін. Бұл арадағы лимит деген қанша тал аласың. Ал offset деген қанша орын жылжып көрсетеді. Сол. Ал енді мына жердегі жазылғаны қалай деген кезде, осыны қысқартып жазылған. Бірақ бұл жерде алдыңғысы қайсы орыннан бастап деген, яғни offsetке барабар, алдыңғы. Ал кейінгісі мына лимиттің өз мәніне барабар. Мынадағы ұқсас жазу үшін біз select барлығы from city limit сосын 10 дейтін болсақ, 10-шы орыннан бастап 10-ге дейін. Енді бұл қазір түсініксіз болады, біліп тұрмын. Бұны түсінікті болу үшін мына жерге 5 дейік. Енді барып көрейік. Енді мыналардың алдына негізі нүкте өтір қою керек. 6-шыдан бастап 15-ке дейін, яғни мына алдыңғысы бұл арада мына offsetпен барабар, ал артқысы мына алдындағы лимитпен барабар. Мынау енді қысқартып жазылғаны, лимит 5-10 деген. Ал енді мынау толық жазылу. Енді рәтте осыны ғана қолданады лимит деп. Мынау қайсыдан қайсыге дейін. Енді біз біліп алдық. Мынау қанша, бір бетте қанша тал көрсетеміз деген белгілейтінін, мынаның қайсы орыннан бастап көрсететінін біліп алдық. Енді әдетте сайттарда page деген нәрсе бар. Яғни page деген яғни бет саны. Мысалы, бірінші бет болған кезде, мен былай жазайын. Бірінші бет болған кезде, page тең 1 болған кезде, ал енді page size дейді. Мысалы, page size бір бетте қанша тал көрсетеміз деген. Page size 10. Яғни осы кезде біз лимитпен page size-ды қаншаға теңшейміз дегенде, әдетте бұл жағдайда page 1 болғанда бұл 0-ден бастап 10-ге шейін көрсету керек.
Ал page 2 болған кезде не көрсетеміз дегенде, page 2 болған кезде онда 10-нан бастап 10-ге шейін көрсету керек. Онда мына 10-ды қалай есептейміз дегенде, бұны әдетте былай есептейді мына жерде. Яғни былай жазайық мына жерде page алынған 1 көбейтілген page size. Мына жерге көбейтілген page size. Ал енді мынау page size болады. Page size. Яғни біз осылай жазу арқылы мына page бен page size 2 параметрге негізделіп, біз сайттардағы, болмаса жаңа бағдарламалардағы деректерді бетке бөліп көрсетеміз. Бұнда біздің түсінетініміз өте қарапайым білімдер. Мына жерде мысалы мынау қайсы орыннан бастап қанша тал көрсетемін деген соны білсек болды. Бұл сабақтың мазмұны осыншалық қарапайым. Ал енді бұл жерде тағы бір нәрсе бар. Where дегендер осы лимиттің алдына келеді. Яғни where не жазалық бұл жерде? Мысалы ID-і 100-ден үлкен болғандар деп мына жерде. ID 100-ден үлкен болғандар. Сосын бар order by, мынаны артына келеді order by. ID TSC. Сосын бар лимит. Бұл кезде лимит ең соңына келеді. Біз бұрын айтқанбыз, order by ең соңына келеді депші. Енді лимит ең соңына келеді. Біздің бұл сабақта үйренген осы SQL жаңа кодын жазған кезде лимит, яғни бетке бөлу ең соңына келеді. Ал енді бұл лимит жаңа біздің үйренген group byға да барлығына үйлесе береді. Бәріне де сол ең соңына келеді. Бұның қолданылуы сол біз іздеп тапқан деректерді бетке бөліп көрсету.